кішкене әлденіп алыңызшы. Анашым, тым болмағанда су ішіп алыңыз. Рахмет, жаным. Шамал, қайттан ауруханаға барайық. Олар айта береді. Басқа бір жақсы дәрігер қарастырып көрейік, а? Жоқ, қажет емес. Бауыржан, мен... Өзің шаршатасың. Демал. Уайымдамашы, бәрі жақсы болады. Сол болмай тұр ғой. Қыздар саған аманат. Шамал. Анашым, Шамал. анашым, Шамал. көзіңіз ашық. Шамал, неге үндемейсің? Анашым, көзіңіз Шамал. ашық. Мама, анашым. Көзіңіз ашық, анашым. Bizi de terk etmeyesin. Mama! Пап, енді бұдан кейін жағдайымыз не болады? Не болушы еді, қызым? Тірі адам тіршілігін жасайды. Пап, менің ішім күйіп өртеніп жатыр. Оны қалай басам? Маманың жоқтығына мен шыдай алмаймын. Не істейміз? Бану, неге айта бересің? Мен де сағындым маманы. Бізде басқа амал жоқ. Пап, мектептегілер де Аянаның мамасы қайтыс болған деп сыбырласып жүреді. Мен де сабаққа барғым келмейді. Қыздар, болды, шайларын ішіңдер. Қазір сабаққа кешігеміз. Бұл тапке мен сабақтың кім алып қайтады? Өзім алып кетем, Қошақан. Сонда сен менің мамам боласың ба? Қыздар, папаға әрденен бір айтып қинай бермеңдер. Қазір бізге қалай қиын болса, папаға да дәл солай қиын. Қиын дейсің бе? Маманың көрген жанында ол не тұрады? Мамаға ұлду деп, папа емес па бар денсаулығынан айырған? Маманың қайтыс болғаннан кейін папаны кінәлап тұрсың ба? Бұл тағдыр ғой. Олай ақтамай-ақ қойыңдар. Мама байғұс өлелгенше өзін ұлду алмадым деп кінәлап кетті. А бірақ ұлды беретінде, қызды беретінде Құдай емес пе? Болды, жетеді. Қойсаңшы, қой деген соң. Қандай адамсың? Кімге оңай тиіп жүр дейсің? Қоймаймын. Сен де бұлай бізге даусыңды көтере берме. Маманың орнын басамын деп те ойламай-ақ қой.
Мені кешірші, мен ашумен сөйлеп қойдым. Ботаға да қиын ғой, Аяш. Ол тек біздің мықты болсын дейді. Бізге қамқор болғысы келеді ғой. Оның бәрін түсінем. Бірақ папаны жылдар бойы мамаға ұл тумайсың деп кінәлағанын ойласам, оны жек көріп кетем. Әке де бұлай болады деп ойлаған жоқ қой. Мен барып кішкентай ауырды қарап келейін. Ақужан, Раяна болыңдар, кешігеміз. Раяна, сен яқып тұрсың, бол тез. Мен мектепке осылай барам ба, шашымды кім жинап береді? Күнде осы өзіңнің үйренетін уақыттың болды ғой. Кел, мен жинап берем. Ай, ауырттың ғой. Шыдай тұр, енді қазір болып қаламын. Мама ауыртпай жинайтын еді. Ай, жіберші. Болденді, егелей берме, қазір кешігеміз. Мектепке бармаймын. Раяна, мектепке бармасам болмайды. Мама жинасын шашымды, әйтпесе бармаймын. Мама, жоқ енді, ол келмейді, түсінбейсің ба? Жоқ адам қалай сенің шашын байлап береді? Алдама, өтірік айтасың. Мама, маған келем деген. Қашан айтты? Түсінде, мен оны сағынған кезде келем деп айтты ғой. Қошақан, бүгін шашыңды мен жинап беремін, не? Аяш, қалайсың? Бәрі дұрыс па? Қайдам? Соңғы кездері мүлде күлмейтін болғансың. Бұрын құрбым таппай қалдым ғой. Жанел, менің өмір сүргім келмейді. Бізде бәрі нашар. Өтте қатты нашар. Қайдан айтпаш, ой сөйлеуге болмайды. Сен өзіңнің қаншалықты бақытты адам екеніңді білмейсің ғой. Неге? Не үшін олай айтып тұрсың? Солай, анасы бар адамдардың қаншалықты бақытты екенін мен сияқты анасы жоқтар ғана түсінеді екен. Олай деме, зато сенің әкең бар. Қаншама бауырларың бар. Ал мен үйде жалғыз қызбын. Не әпкем, не сіңілім жоқ. Қайғымды да, қуанышымды да кіммен бөлісерін білмеймін. Ал сен байсың. Бауырларың көп. Тым болмаса соны ойлашы. Білмеймін, Жанел. Менде енді өмір бақи орын толмайтын бір нәрсе бар сияқты. Сол менің жанымды жеп барады. Қиналып кеттім. Аяжан, тек жақсы нәрселерді ойлауға тырысшы. Бәріне уақыт емші. Сәлем, маматай, анашым мені. Сенімен осылай ғана тілдесе алам деп бұрын мүлде ойламаппын ғой. Бірақ ішімдегіні ешкімге айта алмадым. Тек саған осылай жазам. Себебі өзің білесің ғой, Аружанның тұйықтау көп сөзге жоқ екен. Ішіндегісін ешкімге айта алмайды. Анашым, сен кеткелі бір ай болды. Үйіміз жарықсыз, жолсыз қалған сияқты. Қаңырап тұр. Ас үйден де дәмді тағамдардың иісі шықпайды. Үйден де ешкімнің күлкісі естілмейді. Күнде түнде әркім өз бөлмесінде тығылып жылайды. Таңертең көзіміз ісіп, бір-бірімізден жасырып жүреміз. Сізді бәрі сағынады. Ал Раяна болса, әлі сізді қайтып келеді деп ойлайды. Ол бізден де кішкентай ғой, оған қатты жаным ашиды. Мысалы, мен сізбен 10 жыл өмір сүрдім ғой. 10 жыл мейіріміңізді сезіндім. Ал ол болса, небәрі 7-де. Сізбен 7 ақ жыл бірге болды. Оған бізге қарағанда көбірек керек едіңіз ғой. Бәрімізден мама қашан келеді деп сұрай береді.
бірақ ешкім оған жауап бере алмайды. Ал папа болса үндемейді. Көп сөйлемейтін болды. Мүлдем күлмейді де. Біздің сұрақтарымызға да әрең жауап береді. Жалпы қазір жағдайымыз осындай. Бірақ сіз уайымдамаңыз, бізде бәрі жақсы болады. Мен оған сенем. Аяна, Ал саған Қанат қызы. ертең ата-аналар жиналысы. Әкең айт, міндетті түрде келсін. Апай, папада жұмыс қой, ол келе алмайды. 1 сағатқа уақыт тауып келсін. Міндетті түрде айт, жарай ма? Апай, не үшін менің сабағым нашарлап кеткенін айтасыз ба? Ол да бар. Апай, айтпаңызшы, өтінем. Мен бәріңді ұстаймын, сөз берем. Аяна, сенде қазір қиын кезең. Мен бәрін түсініп тұрмын. Бірақ әкең айтатын тағы басқа әңгіме бар. Жарайды, бірақ оған көп нәрсе айтпаңызшы. Онсыз да біздің үйде қазір проблема көп. Жарайды, уайымдама, бара ғой. Ау қызым. Қазір жетем. Қызу әлі түспей тұр. Енді не істейміз? Бір нәрсе жеді ма? Жоқ, ештеңе жемеді. Онда сүйіқты бір нәрсе істеп берейік. Мама біз ауырғанда тауық сорпасын беретін. Соны жасайық. Мейлі, жарайды. Мама, қашан кетесің, мама? Қайда жинап жатырсың? Бүгін Жанелдің үйінде қонам. Жанел, әкеден рұқсат сұрадың ба? Жоқ, енді сұранам. Әке бәрібір біреудің үйіне қонуға рұқсат бермейді. Бос әуре боласың ғой. Мен өзім білем. Аяжан, бәріміз өз білгенімізбен жүре беретін болсақ, жағдайымыз не болмақ? Сен ақ ақылды, үлгілі қыз бола қойша. Маған тыныштық бер. Қыздар, онда не шу? Аяжан құрбысының үйіне қонуға барамын дейді. Ой, қайдағы құрбы? Ешқайда бармайсың, далбасалама. Не үшін бармаймын? Бармайсың дедім ғой, болды бармайсың. Талқыланбайды. Неге осындайсыз? Қандаймын? Бізді мамамыздан айырдыңыз. Тек запрет қойып ұрысуға ғана білесіз. Ал өзіңіз бізді түсінбейсіз. Болды, доғар. Сізді жек көрем білесіз бе? Жек көрем. Маманың өліміне сіз кінәлісіз. Аяжан, болды, доғар деймен саған. Өзіңіз бір әке болып біздің жағдайымызды сұрадыңыз ба? Сізге қиын болса, бізге 2 есе қиын. Ішімізде не болып жатқанын білесіз ба өзі? Аяжан, қойсаңшы болды. Қырсыға бергеннен түк шықпайды. Сен осының бәрін әдейі қырсығып жасап жатырсың. Иә, сөйтем, енді білсін маманың қадірін. Өзі бір әке болып бізге не істеп жатыр, а? Не қалаған затыңызды әпере алмайды. Анам болғанда, сенің осы сөздерің үшін қатты ренжитін еді. Жамал, қалайсың? Не жаңалық? Айсай, не ал дейді? Ренжімеш, тағы да қыз деп жатыр. Ой, сен де. Қан тексеріп есептеді дегенің. Есептеген білмеймін ғой енді. Дұрыстау гинеколог таппадың ба енді? Жақсы маман, өзің де білесің ғой. Осы жұрттардікі тура кеп жатады ғой түйір. Ұл да бар, қыз да бар.
Менің қолымдағы нәрсе емес ол. Ұрпағым жалғайтын бар жолы сүймей өтіп кетпесем болған әйтеуір. Ұлың болмаса қыздарың бар. Қыз ел бола ма? Ертең бәрі кетеді жан жаққа, содан кейін қаламыз екеуміз сопиып. Ештеңе етпейді енді, барып тұрамыз, олар келіп тұрады. Жамал, маған ұл туып бересің. Болды. Кешірші мені. Кешірші. Оғызым, Апа ертең сағат 2-де жиналыс болады, ата-аналарың келсін дейді. қызым, ол уақытта мен бос емеспін. Жұмыстамын ғой. Уақыт тауып келсін дейді, әйтпесе болмайды. Апайына ертең өзіміз звондап айта салам. Ту, бағыныш, әйтпесе ұқсады ғой маған. Неге сөз ұқпайсың? Мен саған айтып жатырмын ғой, ертең жұмысым бар. Жібермейді мені. Онда мен де ертең сабақ алмаймын, надоел уже. Папа, мына қыз сіздің қасыңызға жатам дейді. Айттым ғой саған, ризасың ба? Не айттың? Өз бөлмеңде жата бер деп, даже жауап та берген жоқ. Папа, сонда бізді жақсы көрмей ма? Пап, қайда жүрсіз? Әбден уайымдадым ғой. Сәл таза ауа жұтып қайттым. Неге ескертіп кетпейсіз? Аяна мен Раяна миымды жеп болды. Әрең ұйықтаттым. Қызым, демалайшы. Пап! Не пап? Не пап? Мен оң жаққа бөліп алсаңдаршы. Сіз онсыз да бізді уайымдамайтын сияқтысыз ғой. Бізбен жұмысыңыз жоқ. Енді маған несін айтшы? Не істейін? Қай жағына шығайын? Мен де мықты болып шаршадым, неге түсінбейсіз? Мама болғанда ғой, барлығы басқаша болатын еді. Мамаң жоқ енді. Бізді тастады да кетті. Ол өлгісі келді ғой дейсіз бе? Әлде оны енді өлген үшін кінәлап жүрсіз бе? Қызым, болды. Қай-қайдағын айтпашы. Баршат. Ертең Арудың туған күні. Ұмытып жүрмеңіз тағы. Жамал, енді мен не істеймін? Менің қолымнан келмейтін сияқты. Маған қалай сеніп тастап кетті? Арука, қалайсың? Сәлем, Жанел. Аяш неге бүгін сабаққа келмеді? Білмейм, бармайым деп жатып алды. Әкені де тыңдамай қойды. Әлі қырсығып жүр ма? Я, оның мінезі қатты өзгеріп кетті. Күнде бірнеңке шығарады. Білем, қазір сендерге қиын, бірақ Аяшты да түсінуге болады. Бүгін кеше үйде боласыңдар ма? Я, не болды? Онда кешке қарай үйлеріңе барсам қарсы емессіңдер ме? Жоға, қайта қуанамыз. Біздің үйге қонақ келмегелі де көп болды. Онда кешке қарай мен күтіңдер, кездескенше. Сау бол.
Бауыржан мырза, мен сізді тек Аянаның мәселесі бойынша емес, тәрбие завучы ретінде жалпы қыздардың жағдайы бойынша шақырып тұрмын. Тыныштық па өзі? Тыныштық. Отбасыларыңыздағы жағдайдан хабарымыз бар. Қайғыра көңіл айтамын. Бірақ бұл жағдай қыздарға біз ойлағаннан да қатты әсер етіп жатқан сияқты. Одан хабарыңыз бар ма? Сонымен не дегіңіз келіп тұр? Қыздар өздерін қатты тастап жіберді. Ештеңеге қызықпайды. Тырысу, ұмтылу жоқ. Қазір психологтар жұмыс жасап жатыр. Бірақ бізге сіз тараптан да көмек керек. Хабарлассақ алмайсыз, шақырсақ келмейсіз. Сізді де түсінеміз. Қазір сізге де оңай емес. Бірақ осылай жалғаса беретін болса, мұның соңы жақсы болмайды. Сондықтан қазір қыздардың болашағы үшін бірігіп жұмыс жасауымыз керек. Мен келдім. О, Жанел әпке келді. О, Жанел, қайдан жүрсің? Бүгін Аржан туған күн емес пе? Бірге ұйықтайықшы. Заодно Аяшты көруге келдім. Онымен сөйлесуім керек. Көңіліңе рахмет. Жүр кірсей. Жанел әпкені құршақта аруға ма? Жоқ алтыным, бұл саған. Әдемі екен. Бұл менің ең жақсы көріп ойнаған ойыншығым. Енді сен ойнай ғой. Көп рахмет. 4 пака тық қойық. Жарайды, қане кірейік ішке. Қыздар, мына үнсіздік. Как-то скучно ғой. Бұлай болмайды. Біз уже ондай атмосфераға үйреніп қалғанбыз, Жанел. Болмайды. Қане мен қасыма жиналыңдар. Күшті ертек айтып беремін. Ертек дейсің бе? Сен де қайдаған шығады екенсің? Я, болыңдар деймін. Тез. Ол қандай ертегі, Жанел? Ол ма? Ол патша мен оның 6 ханшайымы жайлы ертегі. О, біз сияқты алтау ма? Енді тыңдаңдар. Ертеде үлкен патшалықта 6 ханшайым өмір сүріпті. Олар сондай ақылды, мейірімді, талантты болған екен. Бірақ бір күні патша ауыр қайғыға түсіпті. Ол қайғы оны сондай әлсіретіп жіберіпті. Енді ханшайымдардың қалай бақытты қыларын білмей қалыпты. Сода не бопты? Ханшайымдар басында патшаны түсінбей, оған әбден ренжіпті. Тіпті бір-бірін ұрсып, ренжісе бастаған екен. Оны білген патша одан сайын әлсірепті. Бірақ күндердің бір күнінде кішкентай ханшайым келіп, әпкелеріне, бұлай болмайды, біз бір-бірімізге демеу болуымыз керек. Әкеміз бізге қарап қуат алады депті. Сонда патша қайта бақытты болыпты ма? Әрине, ханшайымдар өзара тату әрекет етсе, патшаны бұрынғыдай күлімсірете алыпты. Олар қандай жағдай болса да, патшаны жалғыз қалдырмаған. Бірақ ортаншы ханшайым айтқанға қасарысып көнбейді ме екен? Басында солай болған. Кейін ортаншы ханшайым бәрін түсініп, ол да патшаға қолдау көрсетуге уәде береді. Содан ханшайымдар бірігіп патшалықтың бақытын сақтап қала ма, Жанел? Ханшайымдар да патша да бір-біріне көмектесе бастағанда, бәрі өзара реттеліп, қайғылары жойыла бастайды екен. Ендеше ертеңнен бастап бәріміз папамызға көмектесейік, қыздар. Мама да солай болғанын қалар еді. Мен де көмектесем. Міне, мен білетін ханшайымдар осындай. Жан, құтты болсын, туғаныңа құтты болсын. Жанел, саған көп-көп рахмет. Маған? Не үшін? Жай, барлығы үшін саған алғысым шексіз. Пап, біз енді біргеміз. Біз сізді қолдаймыз. Тек барлығымыз бақытты болайықшы. Пап, енді мен де ақылды болам. Бұдан кейін оспайықшы, бір-бірімізді қолдайық. Мама да сол кезде қуанады. Жандарым, сол. Сендер менің өмірімнің мәнісіндер ғой. Сендер бақытты болу үшін мен бәрін жасаймын. Айтпақшы қызым, саған сыйлық ала алмадым. Бірақ ертең міндетті түрде қалағанымды берем, жарай ма? Папа, маған ештеңе керек емес, бірақ осылай күнде бақытты болайықшы. Жаным, сол.
ойбай мені қошақ ханым келіп қапты ғой. Ба! Қызғанып қояды өз. Қызғанып қояды өз. Ей, тұрып келсеңдерші. Құрметті көрермен, қазақша контенттің дамуына және де тәрбиелік мәні бар фильмдердің шығуына сіз де өз үлесіңізді қосыңыз. Біздің дәл осы Нұрман киностудиясының YouTube каналына тіркеліңіз және де қоңыраушаны басыңыз.